Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте пайдалы дәрумендерге өте бай гранола дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай ірі сұлы жармасы қажет болады. Және менде қызыл өрік және қара өрік, табиғи бал, жаңғақтың 2 түрі, корица және кунжут қажет болады. Ең алдымен кең ыдысқа араластыруға оңай болатындай сұлы жармасын салып, оған балымызды қосып жақсылап араластыру қажет болады. Егер балыңыз өте қою болып жатқан болса, 30-40 грамм шамасында сары май қосып жіберсеңіз болады. Мінеки барлығы жақсы араласып болған соң, пергамент жайылып тұрған формаға салып, барлығын бір келкі етіп жайып шықтым. Келесі 180 градуста қызып тұрған пешке салып кептіреміз. Ең маңызды сәт бұл сұлы жармасын әрбір 5 минут сайын шығарып, араластырып отыру қажет. Келесі барлық біздің жаңғақтарымызды осылай ұсақтап етіп турап аламыз. Әрбір 5 минут сайын шығарып, осылай шет-шеттерін ортаға жинап араластыруды ұмытпаймыз, өйткені шеттері бірінші күйіп кетуі мүмкін. Міне осылай 4-5 қайтара араластырып отырған кезде осындай әдемі қызара бастау керек. Енді корицаны қосамыз, қалауыңызша қоспасаңыз да болады. Содан кейін кунжут, жаңғақ, өріктердің барлығын қосып араластырамыз. Тағы да 1-2 қайтара кептіріп аламыз. Міне өте дәмді, өте пайдалы, дәруменге өте бай гранола дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Бұл граноланы таңғы асқа сүтпен немесе айранмен, йогуртпен берсеңіз өте пайдалы, күні бойына энергияға толы болып жүресіз. Және өзіңіздің сүйікті жеміс-жидектеріңізді қоссаңыз да өте керемет болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын, жақындарыңызбен пайдалы аспен бөлісе отырыңыз.